Саламатсыздар ма? Менің инста және YouTube көрермендерім. Бүгінгі дайындайтын тағамымыз скумбрия запеченный сырым деп аталады. Енді қазақша айтқанда духовкаға пісірілетін скумбрия сырмен. Ал кеттік. Бұл тағам дайындау үшін бізге скумбрия керек. Мен 2 штук скумбрия алдым. Сыр керек, майонез алдым, мешочкке салып қойдым. Қазір оны қалай жасау керек екенін көрсетемін. Қара бұрыш керек, тұз керек, лимон керек. Ал кеттік. Міне свежезамороженный. Көбі қателеседі, не соленый, копченый деп, именно свежийін аламыз. Мына ішіндегі қара пленкасынан міндетті түрде тазалаймыз. Міне көріп тұрсыз, мына жағында мен тазаладым, мына жағында бар. Сондықтан осындай қылып тазалаймыз. Ол қиын емес. Міне. Сосын мына скумбрияның мына жері қалың жер болады. Осы жерді кішкентай былай қылып кесеміз. Қазір пока дайындай береміз осылай. Енді осын екеуін аламыз да жақсылап жуамыз. Міне екеуін жудық балықтың. Енді міне бір жақ жан қабырғасынан былай кесеміз. Ар жағына дейін до конца кеспейміз. Мына сыртындағы терісі ешқандай бұзылмау керек. Сосын міне қиын емес. Ана селедка подшубы жасағанда мынандай несін тазартып аласыздар ғой, дәл солай тазартып алынады. Міне. Біздің балығымыз дайын. Ал енді мына тыңдармандарым қараңыздар, 2 скумбрия дайын. Енді тұздаймыз, маринадтаймыз. Міне. Шамал тұздадық. Бұрыштаймыз. И лимон. Лимон. Болды. 20 минут тұрады. 20 минуттан кейін үстіне майонез жағамыз, сыр саламыз, тертый сыр, майонез саламыз, духовке саламыз. Болды. 20 минут уақыты өтті. Енді жаңа помидорым шығаруға ұмытып кетіппін. Помидорымыз саламыз. Міне. Сырды өте толтырып, қажеті жоқ. Міне майонезді мешочканың бас аузын қыттай қылып тесіп береміз. Сосын духовкаға бір 30 минутқа саламыз. Міне скумбриямыз дайын. Міне екіншісін қарайық. Міне осындай қылып, мына пышақ болмаса да, андай кухонный лотоктар болады ғой,
сонымен аласыз, қорықпаңыз. Міне. Горячий күйінде де беруге болады, и холодный күйінде де беруге болады. Қонағыңыз келсе де міне керемет. Менен сіздерге рецепт, сіздерден маған лайк.